Сәлеметсіздер ме? Мен Түпқараған ауданы Жауыңбаев атындағы мектеп-гимназиясының 7-ші Б сынып оқушысы Құдайберген Нұрдәулетпін. Мен сіздерге өзім жасаған тікұшақ макетімен таныстырмақшымын. Бізге керекті құралдар: ыстық желім, мотор, дәнекерлегіш, медициналық таяқтар, сым, батарейка және ағаш тақтайшасы. Макетті жасау үшін тікұшақтың әр бөлшегінің қағазға пішінін сызып, қиып алып, ағаш тақтайшаға қойып, тақтайшаны кесіп аламыз. Сосын ыстық желіммен желімдеп құрастырамыз. Ал енді қанаттарын айналдыру үшін қанатының астына моторды желімдеп бекітеміз де, макеттің ішіне батарейканы қоямыз. Одан кейін мотор мен батарейканы жұқа сыммен жалғаймыз. Сол кезде қанаттары айналады. Менің авиациялық техникасын әзірлеу саласындағы алғашқы жобам. Алдағы уақыттарда бұдан да тамаша жобалар дайындауға үлесімді қосамын.